Сол бір кісі айтады, жүрдім дейді, әке-шешем намазхан, бірақ үйлену керек болды. Үйленгеннен кейін шыны керек өзім дейді намаздардың бәрін жайына қалдырып қойғам. Тек жұма намазға барып келіп жүрем. Сол үйленгенше елдің сөзіне қалып кетпейін деген мақсатта дейді, жұма намазын өзі. Сөйтіп жүрдім, сосын үйлену керек болды. Үйленіп жүріп, тағы да өзім сондай иманым әлсіз, бірақтан сондай иманы күшті қыз іздеп жүрмін дейді. Сөйтіп бір қызды естідік, сондай әдепті екен, күшті екен, үйінен шықпайды екен, тақуа екен, анау екен, мынау екен, сонымен құда түстік. Олар қаяқтан білсін мені дейді. Мен де өзім жаманмын деп айтамын ба дейді. Мен де өзім мықтымын, жақсы жігітпін, осындаймын деп айтамын. Сонымен қызға үйлендім. Қыз шынымен тақуа болып шықты дейді. Мен кейін үйленгеннен кейін уже неге қиылып қойған екен барып өкінді, бірақ сонда да сабыр қылды, уағыздайды мені дейді. Ал мен жұма намазды тастап қойдым ғой дейді. Вообще намаз қалды дейді. Содан дейді дүние бар, басқа бар, мен істемеген күнә қалмады дейді жер бетінде. Бірақ дүниеге ұлым келіп жатыр, Құдай беріп жатыр баланы, көп балам болды дейді. Ал әйелім менің әлсіз екенін біліп, балалардың бәрін тәрбиесін маған қалдырмай өзі тәрбиелей бастады дейді. Сөйтіп жүргенде тағы бір балам келді, мүгедек болып келді дейді. Қисалаң сөз сөйлей алмайды, жүріп тұра алмайды, қолы қисық, аяғы қисық. Бір мүгедек инвалид бала келді дейді. Сосын енді не істеймін? Солай енді. Өз балаңды өзің өлтірмейсің. Әйелім болса бұл Аллахтың сынағы, мен осыны сынағына шыдап сауап табуым керек деп. Сол мүгедек баланы өзін тәрбиелей бастады дейді. Бірақ бір қызық көргенім дейді, сол мүгедек ақылы бүтін емес деп ойлаймын дейді. Тілі сөйлей алмайды дейді. Мақау. Жүріс-тұрысы қисалаң етіп жүреді жорға дейді. Сол менің ойымша ана балалардың бәрін Құран жаттатып қойды дейді. Сол балалармен қосылып намаз оқыса намаз оқиды, Құран оқыса түсінбейді дейді. Құранда деп отырады дейді. Жүрген орта әсер етеді екен дейді. Енді соны бұны айтып отқаным, достарға көп қараңыздар. Сен досың әлсіз болса, сен әлсіреп жүреді. Күшті болса күштірейді деді. Сол жанап жүреді, қарап қоямыз, бейшарам жүре берсін деп қоямыз дейді. Жаман істеп отқан жоқ қой. Енді тағдыр осы деп, ол өсе берді. Шешесі бір күні мешітке алып барады, бір күні Құран жаттауға алып барады. Сөйтіп жүрген кезде бір күні бала шағасымен шешесі кетті. Мүгедек балам екеуміз үйде қалып кеттік дейді. Үйде отырсақ, бір күні мүгедек балам бір алас ұрып, мазасы қашып, маған келіп, тартып, деп бір жаққа сүйрейді дейді. Ал мен бір күнә істі ойлап кетейін деп жатқам дейді, киініп алып. Ол мені жібермейді, жүр деп бірдеңе тартады дейді. Сосын қарасам бір мазасы кеткен, қарны ашты ма жоқ, бірдеңе болып қалды ма, не болып қалды ма, бір қиналып тұр ма, менен бір көмек керек болып тұр ма екен. Жарайды, бір 15-20 минут кешкенде тұрған ештеңе жоқ қой, сіз бір баланы ренжітпей ақ қойыңызшы, мүгедек еді, өзі бейшара еді деп ергенде жүрсем, дәретханаға алып барып келіп, жаңағы нені көрсетіп, дәрет ал дейді, маған дәрет ал деп айтады дейді. Дәрет алмай кетпеген қай заман дейді. Сосын дәрет ал дейді. Сосын тұрып, енді молодец сен деп мені кішкене алдап, сен өзің ала ғой, балам менің жақсы, жақсы балам деп, сен өзің ала қойсаң, ол мен айтқан көндірмей ренжіт дейді. Аузы бұртиып, өзі дәрет ала бастады дейді. Дәретін алды, сосын қарап тұрмын дейді. Бұл неге бүйтіп жатыр? Сосын бірақ та дәретін алып болды, қайттан қолын тартып, деп сүйрей бастады дейді. Сосын сүйреп алып келіп, жаңағы қонақ бөлмесіне алып келді, жайнамаз төседі дейді, қисалаңдап жүр. Сөйтті енді маған келіп намаз оқимыз деп айтады дейді. Сосын мен жаңа сылтау айттым дейді. Енді сыныққа сылтау көп та. Мен дәретім жоқ, сен өзің оқи бер, мен дәретім жоқ. Дәретсіз намаз оқуға болмайды. Мен жақсы ақымақ қой деп алдап отырмын, бірақ өзім ақымақ екенін білмеймін дейді. Сонымен намаз оқыды. Намазда әйтеуір қисалаңдап құлап бір намаздың ишаратын істеп жатыр дейді. Мен бірақ біртүрлі қобалжып қалдым дейді. Қорқып қалдым. Бұл балаға не болды? Бұл неге мені дәретке шақырып жатыр? Неге бұл мені намазға шақырып жатыр? Бұның ақыл жоқ қой. Бұл неге мені әкесін шақырып жатыр? Деп қорқып столдың басына ойланып отырып қалдым дейді. Балам намазын оқып болды. Сөйтті кітапханадан бір Құранды шығарды. Олар арабша түсінеді. Сөйтіп қасыма келіп Құранды бүйтіп қолын бүйтіп ашып, бір беті ашылды, Мариям сүресі ашылды дейді. Сөйтіп саусағымен бір аяттарды көрсетіп, оқы деп айтады дейді. Соң жоқ және деп енді қой енді оқи салайыншы деп жаңағы Құрандағы аятқа қараған кезде денем дір ете қалды. Буыным ұстамады, жүрегіме қорқыныш кіріп кетті. Ол аят дейді, Ибрахим пайғамбардың мушрик әкесіне жасаған аяттарын соның аяттың үстіне қол түсіпті да. Бала мақау ғой. Аллах тағала оған баласының әкесіне жасаған аятын қолмен көрсетіп қойыпты да. Зәрем ұшып кетті дейді. Оқы дейді. Оқыдым дейді, көзімнен жасым төгіліп тұрып оқыдым дейді. Ол аятта былай деп келген екен дейді. Фастаизу биллах, бисмилlah. Я абати, ей әкешім мен. Арабтарда әби дейді екен. Абати деген еркелету. Айналайын әкем мен. Құрметті әкем менің. Ла та'буди шайтан. Шайтанға табынбасайшы. Шайтанға құлшылық етпесейші әкем менің. Инна шайтана кана лир-рахмани асия. Бұл оңбаған шайтан мейірімді Аллахқа күнәһар болған еді ғой. Ей әкем, танбасайшы шайтан. Қош. Я абати, ей әкем менің. Инни ахафу алейка. Инни ахаф айямассака. Мен қорқып атырмын. Сен үшін әкем қорқып атырмын. Айямассака азабу минар-рахман. Саған мейірімді Аллахтан азап келіп қаламын деп қорқып жүрмін. Фатакуна лиш-шайтани валия. Сен сөйтіп Аллахтың емес, шайтанның дос болып кетесің деп қорқамын деп айтты. Зәрем ұшты. Жыладым дейді. Мен жылап едім, мүгедек балам құшақтап менімен бірге жылады дейді. Жыладым, бірақ та балам тұрды, мені қайттан сүйреді дейді. Бұл жолы балам қаяққа сүйресе де дайынмын дейді. Білмеймін, бұл балам сүйреді, аяқ киімді киді, далашты тартып келе жатыр, жылап келе жатырмын, елден де ұялып келе жатырмын, көресің. Балам да жылап, бір жағынан күліп, қуанған түрін көрсетті дейді, қуанып жылап жүрді балам дейді. Менің жаңағы жылағанымды көріп, сүйреді, қаяққа баратырмыз білмеймін дейді. Бірақ жақындағанда қарсам, Аллахтың үйі мешітке сүйреп келе жатыр екен дейді. Мені кіргізді, намаз оқымыздық дейді. Мен де оқыдым намаз, ол да оқыды.
жыладым, Құдайдан көп кешірім сұрадым, тәубе жасадым, Аллах кешірші күнәмді дедім, тәубемді қабыл етші дедім. Сөйтіп екеуміз үйге қайттық, балам күліп жүрді дейді, мәз болып жүрді дейді, құшақтап қояды дейді мені арасында. Мен оған жүрегім елжірейді дейді. Үйге келдік, үйге келсек, әйел бала шағам келіп қойған екен. Есіктен кіріп келем, әйелім қарап тұрды дейді, сіздің түсіңіз өзгеріп кетті ғой деп айтты дейді. Басқаша болып кеттіңіз ғой деп айтты дейді. Айтты дейді, мен өзім де өзгердім деп айтты дейді. Мен де өзім өзгердім. Қалай деп айтты дейді. Қайда жүрсіңдер екеуің дейді. Мешітте ма деп әйелім қуанып кетті дейді. Иә, мешітте. Не істе, намаз оқыдық. Альхамдулилла деп айтты дейді. Сосын әйелім айтты дейді, саған бір сұрақ қойсам бола ма? Иә, қойыңыз. Сен шындығыңды айтшы, мына Құрандағы мүгедек балама аят көрсеткен сен ба деп айттым дейді. Қандай аят? Ана Ибраһимнің баласының әкесіне уағыздаған уағызын сен көрсеттің ба? Валлахи, Аллах анте дейді, мен көрсеткен жоқпын деп айттым дейді. Аллах айтты дейді, ей Раббым, құлың сенен қашады, сен құлыңды іздейсің. Құлың күнә істейді, сен күнәсін кешірушісің. Қандай мейірімсің дейді. Аллах адамдарды күтіп отыр. Адамдар ақымақтық істеп жатыр. Аллах біздерді кешірсін. Сол бауырларымызды, дінге келе алмай жүрген бауырларымыз болса, соларға Аллах хидаят берсін. Дінде жүрген бауырларымыз болса, Аллах мейіріміне бөлесін. Өмірде кездесіп жатқан сынақтарға шыдайтындай сабырлық берсін. Өмірде кездесіп жатқан фитналардан, бүліктерден, күмәннан алып шығатын сондай бір зерек білім берсін. Аллах Тағала баршамыздың күнәмізді кешірсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.